Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев полиция азаматтарға мейлінше қорған болуды тапсырды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауында полиция бағалау өлшемдерін түбегейлі өзгерту, полиция қызметінің сервистік модельге көшуі басым бағыттардың бірі болды. Ішкі істер министрі Ерлан Заманбекұлы Тұрғынбаевтың тапсырмасына сай жұртқа жақын полиция қағидатын жүзеге асыруды басты орынға қойдық. Енді өзіміздің мейрамның кезінде осы көптеген полицейлердің істеп жатқан жұмыстарына мен алғыс айтқым келеді. Одан кейін мына қала тұрғындарына да үлкен алғыс айтамыз. Қазір қала тұрғындары бізге үлкен көмек көрсетіп, көп жерде біздің полициялармен, учаскелік инспекторлармен бірге қызмет жасап жатыр. Өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысының тапсырмасымен учаскелік полиция инспекторларының рөлін күшейтуге тапсырылған. Онда біздің ішкі істер министрі Ерлан Заманбекұлы Тұрғынбаев қадағалап отыр. Қалалық әкімдіктің қолдауымен бізге көрсеткен көп көмегі, ол бізге осы қазіргі жаңадан тергеу әдістеріне көшкелі бері бізге 400 компьютер алып беріп, біздің тергеушілерімізбен анықталуы толық қамтамасыз етілді. Одан кейін өздеріңізге белгілі, біздің сыртқы қызметкерлердің бәрі, оның ішінде учаскелік инспекторы, ювенальный полициямыз бар, полк қызметкерлері бәрі планшетпен 100% қамтамасыз етілді. Оның үстіне қазір өздеріңізге белгілі, әкімшілікке рахмет, әкімшіліктің қолдауымен қазір қалаға 3,5 мың камера қойылайын деп жатыр. Оның ішінде 1,5 мыңы ол айналып қарап отыратын, қалғанның бәрі көше қиылыстарына и басқа жерлерге қойылатын камералар. Оның бәрі бізде жедел басқару орталығына тіркеледі. Сол жаңа 3,5 мың камераны басқа бұрыннан келе жатқан камералар бар. Одан кейін мектептерді, балабақшаларға қойылған камералардың бәрін қосып, сол жедел басқару орталығына жалғаймыз. Содан кейін біз ойлаймыз, осы жаңа жылдан бастап біздің қала ең қауіпсіз қала болып есептелінді деп, соған жұмыс істеп жатырмыз. Оған енді біздің полиция қызметкерлердің қазір түнге салып істеп жатқан жұмыстардың арқасында. Одан кейін мейрам, төл мейрам болғанмен де бәрімізге ортақ мейрам деп ойлаймыз. Өйткені полиция қазір халықпен бірге, халық бізбен бірге үлкен көмектесіп жатқаннан кейін ол ортақ мейрам. Сондықтан бәріңізді осы мейраммен құттықтаймын.